Сәлем достар, менің YouTube арнама қош келіпсіздер. Жалпы Европалық чемпионаттар аяқталды, маусым аяқталды. Әрине алда Европа чемпионаты бар. Ол жайында жеке сөйлесетін боламыз. Жалпы бүгін бір Европадағы осы биылғы топ чемпионаттарда өзіңіз білетіндей чемпиондар өзгеріп жатты. Сенсациялар болды. Мысалға, жаңағы Италияда 10 жылға жуық уақыттық жаңағы Ювентустың сол бір гегемониясы аяқталып, жаңағы Интердің чемпион болғанын көрдік. Манчестер Сити мысалы жақсы чемпион болып жатты. Тек қана сол Германияда, Бундеслигада жалпы тіпті коронавирустың өзі ештеңе өзгерте алмады десек болатын шығар. Енді ол өзгеріссіз қалды. Атлетико чемпион болды мысалы 7 жыл дегенде. Алайда осының барлығының ішінде әрине Франция чемпионатындағы өзгеріс ол ерекше десек болатын шығар. 10 жыл, тұп-тура 10 жыл уақыт дегенде Лиль футбол командасы мысалы чемпион болды, және бұл меніңше ерекше тілге тиек ететін, айтуға тиіс нәрселердің бірі деп ойлаймын. Және бүгінгі видеода осы Кристоф Гальтьенің жалпы командасы жайында сөз ететін боламын. Негізінен Кристоф Гальтьенің командасы биылғы осы маусым басындағы ең сондай бір қаражаты жағынан төмен, аз қаражат жұмсаған команда болып есептелінеді. Және Бурак Йылмазды 35 жаста Бурак Йылмазды алудың өзі мысалы соған бір дәлел деп ойлаймын. Алайда қандай бір түсініксіз жағдайда, әрине бірінші Париж Сен-Жерменнің проблемалары ол үлкен рөл ойнады. Кез келген жаңағы команданың жаңағы сенсация көрсетуіне, Лионның мысалы жоғарғы орын алуына, немесе басқа да командалардың осындай керемет ойын көрсетуіне ол Париждің проблемалары бірінші кезекте әсер етті. Және ол жақсы Париж өздеріңіз білетіндей бірінші турдан-ақ жаңағы сәтсіз бастап, өздерінің басты қарсыластары саналатын Франциядағы Марсельге жеңіліп қалды өз үйінде. Ол да 9 жыл уақыт дегенде болған оқиға. Жалпы Франция чемпионаты туралы көп айта бермейді екенмін. Бүгін ғана айтып отырмын, сондықтан кішкене фактылар көп болатын сияқты. Жалпы сондай, мысалыға Париждің проблемалары, немесе Париждің көбірек Европаға мән беруі десек болатын шығар. Европа чемпиондар лигасын аламыз деп күш салғаны. Және де ол өздеріңіз білетіндей маусымның ортасындағы жаңағы бапкерлердің алмасуы, Маурисио Почеттино келді. Мысалы Томас Тухельдің орнына ол да өзінің жаңағы маусымның ортасында бапкер ауыстырған команда өздеріңіз білетіндей міндетті түрде ойын жағынан кішкене проблемаларға туындайтын белгілі. Және соның барлығына қарап Кристоф Гальтьенің командасы чемпион болды деп ойлаймын. Ол Лильдің өзінің жеке жаңағы мықтылығынан бөлек басқа да қарсыластарының осындай әлсіздігіне өте сондай бір әсер еткен факторлардың бірі. Жалпы Лиль қалай құрылды? Лиль негізінде сол бір 2010-2011 жылғы команда, чемпион болған команда құрамында Йоан Кабай, Матио Дебюши, Адиль Рами, жаңағы Эден Азар, Пьер-Эмерик Обамеянг, мысалы сол командадан шыққан Муса Соу, Жервиньо сияқты мысалы мықты ойыншылары болған. Рио Мавуба капитандары ол да өте мықты болған. Жалпы сол команда тез тарап кеткен болатын. Сол бір жылы алтын дубль жасады да, Франция кубогы мен Франция чемпионатын алды да, және сонымен тез тарап кетті. Жаңа өздеріңіз білетіндей Азар Челсиге, Жервиньо Арсеналға дегендей, мысалы Пьер-Эмерик Обамеянг сол маусымнан бұрын, чемпион болатын маусымнан бұрын кетіп қалған болатын Сент-Этьенге. Дәл осы Сент-Этьенде сол уақытта қазіргі Лильдің бас бапкері Кристоф Гальтье сол уақытта басқаратын, және нақ Кристоф Гальтьенің қол астында осы Пьер-Эмерик Обамеянг нағыз жұлдыз ойыншыға айналды десек болатын шығар. 2012-2013 жылы маусымда дәл сол жаңағы Франция лигасын жеңген кезде ол Сент-Этьеннің қателеспесем бір 16 жылдағы бірінші сондай бір алтын кубогы болған, жеңген жетістігі болған. Және Пьер-Эмерик Обамеянгтың оған қосқан үлесі көп. Және Кристоф Гальтьені де осы 2017 жылға дейін Сент-Этьеннің бас бапкері болған Кристоф Гальтьені 2017 жылы жанкүйерлер қолында ұстап жаңағы қоштасқан есімде. Ал Лильге келетін болсақ, Лиль одан кейін біраз уақыт өзіне келе алмай жүрді, өздеріңіз білетіндей. Тіпті жаңағы Марсело Биелсаның өзі Лильде сондай бір сәтсіз өнер көрсетті. Өте сәтсіз өнер десек болатын шығар. Сол бір аңызға айналған бапкердің, негізі мен үшін нағыз аңыз бапкерлердің бірі Марсело Биелса. Сол бапкердің ең сәтсіз жұмысы осы Лильде болды деп ойлаймын. Марсельдегі керемет жұмысынан кейін Лильде мысалы
өте сәтсіз өнер көрсетті. Алайда соның өзінде Лилде, мысалы Лилдің соңғы жылдарда өте сондай бір талантты ойыншыларын шығаратынын білгенде, мысалы Николя Пепені осы өзінің позициясына қойып, жаңағы негізгі құрамға шығарған бапкер ол осы Марсело Биелса. Сондықтан Марсело Биелсаның да еңбегі зая кетті деп айтуға болмайды. Ал Кристоф Гальтье алған команда, өздеріңіз білетіндей, жас буын мен аға өкілдерінің нағыз қосылған жері десек болатын шығар. Мысалы, көбісі мақтайтын Свен Ботман, сол орталық қорғаушы голландиялық. Тіпті оны ұлттық құрамаға да шақырмады. Не үшін? Себебі Свен Ботманды жанында толықтырып тұратын өте сондай бір тәжірибелі қорғаушы, ол әрине Жозе Фонте. Сондықтан Свен Ботманға қазір мысалыға Жөлкенде сияқты европалық топ клубтардың қызықпайтыны да содан. Себебі Свен Ботманды әлі жеке жаңағы Жозе Фонтесіз әлі ешкім көрген жоқ. Сондықтан ешкімнің жаңа тәуекел жасауға қолы бармай жатқандығы сол. Одан кейін Джонатан Дэвид, ол канадалық ойыншы, жаңағы Альфонсо Дэвистің отандасы, және ол да бір жақсы жас талант. Және үшінші жаңағы бір жақсы керемет ойыншылардың бірі, ол әрине Бурак Йылмаз, 35 жасында осындай Европаға алғаш келіп осындай өнер көрсеткен. Жалпы Франция чемпионатында түрік ойыншылары өте жақсы өнер көрсеткен. Ол кезіндегі Мевлют Эрдинч мысалыға, сол бір ерекше Париж Сен-Жермен жанкүйерлерінің осы арабтық ақшалар келгенге дейінгі ерекше дарындарының бірі осы Мевлют Эрдинч болатын. Ал өкінішке орай осындай керемет команда мінекей бір жылы чемпион болды да, дәл ертесі күні тарап кетті десек болатын шығар. Кристоф Гальтье әзірге Лилден Ниццаны әзірге ресми түрде алған жоқ, алайда Лилден кетті. Ал Свен Ботманды жаңағы мен айтқандай қызығып жатқандар бар әрине, алайда тәуекелге әлі ешқайсысы бел буған жоқ. Сондықтан келесі маусымды өткізу әбден мүмкін. Ал Лилдің жаңағы осы бас қаһармандарының бірі Миньян, қақпашы Миньян, Миланға мысалы жаңағы Жан-Луиджи Доннарумманы алмастыруға кетті. Сондықтан бұл жерде әрине келесі маусымда Лилдің осындай сенсация көрсетуі ол екіталай нәрсе. Алайда осы бір маусымда осындай өнер көрсеткені әрине ол жақсы, өте керемет ойын болды деп ойлаймын осы Лилдің бір маусымдық ойыны. Және алдағы уақытта осындай сенсациялардың көп болғанын әрине қалаймыз ғой. Енді Европа чемпионатының жанкүйерлері ретінде барлық топ чемпионаттарда осындай жаңағы темная лошадка дейді ғой, сондай шығып тұрса әрине ол жақсы. Міне осындай қысқаша видео, құрметті достар. Видео ұнаса арнаға тіркеліп, лайк басып, өздеріңіздің достарыңызбен бөліссеңіздер болады. Сіздермен бірге болған мен Бадиньо KZ арнасы.